осындай болып қойдым. Енді кірседе осыны аша алмайтын шығар. Жақсылап құлтап қойып едім. Қалай ойлайсың? Білмейсің бе? Жарайды. Енді көре жатармыз не болатынын. Қазірше бір нәрсе істеу керек. Жүр. Жүріңдер, міне осы жақпен барамыз. Жібер мені, мен өзім барам. Бірақ маған сен тапсырып кетті ғой. Жібер дедім ғой, мен өзім барам. Қане, қаттырақ ұрыңдар. Мүмкін Гринч естімей жатқан шығар. Қаттырақ ұрыңдар. Гринч, біз келдік. Қанеке, аш есігінді. Макс, олар келді. Енді білмеймін не істейтінімізді. Басқа қашатын жер жоқ. Гринч, аш есігінді. Міне қарашы, біз жасаған плакатты. Саған арнадық. Аш есігімді дедім мен саған. Қашыңдар. Тоқтатыңдар, Ханзада келатыр. Тоқтатыңдар. Не дейсің? Ханзада келе жатыр. Қасында әлгі қыз. Ол қыз не сонда шынымен патшайымға айтқан ба? Иә. Болыңдар тез, мұнан тығыңдар. Кетіңдер бұл жерден тез. Жоқ, біз кетпейміз. Ханзаданың өзі бірінші келсін. Кейін кетеміз. Қанеке, ашыңдар ма есікті, көмектесіңдер, болыңдар тез. Не сонда жол жүріп әрене тапқан еді. Енді ақтау керек қой. Қанеке, кет. Шынымен келе жатыр, міне қараңдар сенбесеңдер. Не істеп жатсыңдар сендер? Бұл шынымен Ханзада ғой. Тығыңдар. Біз жай ғана құбыжықтан құтылғымыз келді. Құбыжық? Кім құбыжық? Мына осы үйде тұратын Гринч, ол құбыжық. Не сенің құбыжық екенін дәлелің бар ма? Не үшін бір-біріне қиянат жасайсыңдар? Тез кетіңдер бұл жерден, ал сен қаласың. Мен бе? Иә, сен бірінші бастаған екенсің ғой. Иә, ол бірінші бастаған. Сен қаласың. Қанеке, тез кетіңдер. Бұл не сұмдық? Мынау не? Мына қағаз не бұл? Бұл не сонда Гринчтен құтылғыларың келіп жүр ме? Ешкім ешқашан біреуден құтылмайды. Болыңдар тез, осы плакаттарды жыртып өртеңдер. Гринчтің үйінен кетіңдер. Оны мүлде мазаламаңдар енді. Қанеке, тарандар бол тез. Сен не сонда ұялмайсың ба? Бұл не сұмдық? Енді сен Гринчтен кешірім сұрайтын боласың. Бірақ мен барлығын дұрыс жасадым ғой. Сен ештеңені дұрыс жасамадың. Қане, Гринчтен кешірім сұра. Бірақ ол шықпайды ғой. Мен білмеймін, шақырасың ба әлде үйіне кіріп келесің. Гринчтен кешірім сұрайсың. Оның кешірімі қабылданған кезде сен кешірілесің.
Бұндай сұмдықты өмірде ешкім кешірмейді. Сен енді жазаланатын боласың сол үшін. Бірақ тоқтаңыз, ол негізінде біздің барлық сыйлықтарымызды ұрлап алған. Сенің оған дәйелің жоқ. Ұрласа, ол өз кінәсін өзі мойындайды. Және өз мойнына алатын болады. Ал саған оның түк те қатысы жоқ. Біз барлығын өзіміз шешетін едік. Сен мүлдем араласпа. Гринч туралы енді мүлдем ондай жаман сөз айтпайтын боласың. Менде біреу қорғайтын біреу бар екен ғой. Естідің бе, Макс? Ақымақ. Енді мына есікті аша берсем болады. Кәнеке, Макс, маған көмектес. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсің бе, Гринч? Сәлеметсің бе? Не, осы Гринч мен айтқан. Гринч Мартиннің айтуы бойынша сен басқалардың сыйлығын ұрлап алыпсың. Негізінде айта берсем болады барлығын. Негізінде мен ешкімнің сыйлығын ұрлап алғым келген жоқ. Демек сен ұрлап алдың ғой? Ұрладым. Айттым ғой, сол үшін мен саған сөйлеуге рұқсат берген жоқпын. Айта бер. Негізінде менің ұрлағым келген жоқ. Кішкентай кезімде мен сыйлықсыз қалғанмын. Және мен сол сезімді әлі сезініп келе жатырмын. Мен жаңа жылды жаман көрем. Не үшін? Себебі жаңа жылда барлығы қуанады, билейді, көңіл көтереді. Ал мен, Макс екеуміз жалғыз қаламыз. Мен осы қалаға барсам, ешкім мені жақтырмайды. Барлығы менен қашады. Сол үшін. Демек сен өзіңді жалғыз сезініп жүрдің ғой? Барлығы мені сен жасылсың деп кекететін еді. Сол үшін басқалардан бөлек тұрамыз. Макс екеуміз. Түсінікті. Ал енді сыйлықтар қайда? Сыйлықтар мына жерде. Міне осы барлық сыйлықтар. Қалай берсеңіздер болады. Қандай жаса болса да мен қабылдаймын. Жоқ, Гринч, біз сені түсіндік, және біз сені жазаламайтын боламыз. Одан да сен бүгін кешке қонаққа кел. Біз сені күтеміз. Гринч, бізге қонаққа кел. Шынымен бе? Әрине. Мен сені аса күтетін болам. Қонаққа кел. Максты ұмытпа. Жарайды, біз қонаққа келетін боламыз. Ал енді сен осы қылған қылығың үшін жазаланасың. Осы жылы жаңа жыл тойламайсың. Сау бол. Макс екеуміз қонаққа бардық. Сол кезде сенде ұлу маған сыйлық берген болатын. Не, Гринч, мынау саған. Емес, сол сыйлығын ашып қарадым. Ол кішкентай ғана пингвин екен. Міне, көрдің бе, Гринч, мен енді аяз атамын. Мен балықтарына сыйлық берем. Сол кезде аяз ата кіріп келді. Аяз ата келді, міне, аяз ата. Сенде ол. Саған сыйлық әкелдім. Айтпақшы, Гринч, осы сөмкеге рахмет.
Өте жақсы сөмке екен. Енді сыйлықтарды көп салып жүрмін. Жақсы, мен сені түсіндім. Гринч, мынау саған. Рахмет. Мынау саған. Сөйтіп Аяз ата барлық сыйлықтарды таратып берді. Мен сол кезде бірінші рет Аяз атаны шын өмірде көрдім. Ал енді жаңа жыл құтты болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Менің түсінгенім, мен жаңа жылды емес, жалғыздықты жаман көрген екенмін.